Нұрсұлтан қаласында екінші республикалық ауыл әйелдерінің форумы өтіп жатыр. 2 күндік бас қосуға еліміздің барлық аймағынан 220 қыз-келіншектер қатысуда. Олардың арасында павлодарлық делегаттар да бар. Форумға алыс жақын шетелдерден 70-ке жуық меймандар келген. Алқалы жиынға қатысушылар қыз-келіншектердің бизнестегі рөлі, әйелдер кәсіпкерлігін дамыту секілді тақырыптарды талқылады. Ал күн тәртібіндегі басты мәселе жасыл экономикаға көшу. Әр өңірден келген форум делегаттары өз аймақтарындағы экологиялық проблемаларды ортаға салды. Арал теңізінің табаны ол тұз бен шаң, жыл сайын пәленше тонна тұз бен шаң көтерілген. Мәліметмен бірге ол Арктикаға дейін жетті дегесін көптеген үкімет тарапынан дүниежүзілік парк арқылы басқа да жобалар жүріп жатыр. Ол жаңағы біздің өзіміздің жергілікті талдарды өсіру, соның ішінде сексеуіл. Форумға Павлодар облысынан 15 делегат қатысып жатыр. Олардың 12-сі ауыл әйелдері. 2 күндік форум барысында еліміздің түкпір-түкпірінен келген қыз-келіншектер мен шетелдік қонақтар пікір алмасып, тәжірибелерімен бөлісті. Есенбек Санатұлы, Ертіс ақпарат.